Алла Субхану Тағала баршаларыңыздың бүгінгі жасап жатқан ғибадат құлшылықтарыңызды Алла қабыл етсін. Мешіт Алланың үйі дейміз, бірақ та бұл жерде де тәртіп бар, бұл жерде де әдепі бар, мешітке кіру әдебі бар, және де мешітте сөйлеу әдебі бар. Осыдан шектен тыс кетіп қалмайық, дүниеви әңгімелерден сәл қысқартқанымыз жақсы болады деп ойлаймыз. Өтініш, Алла нұр жаусын. Құранда Алла Субхану Тағала тәпсір Суратул Қадр сүресінде Астағузу билла Инна анзалнаху фи лейлатил қадр وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. Лейлатул Қадр сүресі Меккеде түскен 5 аят. Бұл сүренің өзіндік бір хикметі бар. Алла Тағала осы сүрені адам баласына жіберді. Бұнда бірінші аятында Инна анзалнаху фи лейлатил Қадр. Шындығында біз бұл Құранды Лейлатул Қадр кешінде түнде бердік деген. Бұл аятта бізге жеткен хадистерде мынау Израиль ұрпақтарынан болған көптеген құлшылық жасайтын адамдар болған. Сол құлшылық жасайтын адамдардан 4 кісіні пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам атын айтады. 4 кісінің атын айтады. Олар 80 жыл ғибадат жасап, еш уақытта, еш қашанда бір күнә жасамаған адамдар екен. Күнәдан алшақ болған адамдар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам осы хадисті айта отырып, еске ала отырып, Айуб, Закария, Хисқул ибн Аджуз және Юша ибн Нун, осы 4 кісіні айтып, 80 жыл ғибадат жасағандығын айтқанда, қасында тұрған сахабалар таң қалысты. Таң қалып тұрып айтты, біздің өміріміз бұған жете ма, жетпей ма? Дәл осы кезде мына кітапта, менің қолымда тұрған кітап, Ибн Касирдің кітабы, 7-ші томы. Осы 7-ші томдағы аяттарды оқып береміз, хадистерді оқимыз. Осы жерде тұрып айтқан екен, Жәбір алейхиссалам жібереді Алла Субхану Тағала. Жәбір алейхиссалам жіберіп, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам сенің үмбетіңе ғажап нәрсені жіберді. Бір түн бар. Бір түн бар. 1000 айдан хайырлы деді. Бір түн бар, 1000 айдан хайырлы. 83 жылдан асып кетті. Демек, олар 80 жыл ғибадат жасаған болса, сіздің бір түніңіз 83 жылға, тіпті 84 жылға дейін барады. Бірақ түніңіз. Бұл мұсылмандарға берген Алла Тағаланың мұсылмандарға берген бір үлкен хикметі. Өйткені 80-ге баратын адамдар мұсылмандардан өте аз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үмбеттерінен 80-ге барады деген адамдардың өте аз болған. Бұл мұсылмандарға берген, Алла Тағала бізге берген үлкен сыйы.
Құранда дәл осы аят туралы түсу себебі қадір. Қадір дегеніміз не? Қадірлі түн, құнды түн, құнды, бағалы деген мағынаны білдіреді. Екінші, бұл 5 аяттан тұрған болса, 5 аяттың 3 аятында қадір туралы айтады. Қадырды айтып кетеді. Және де бұның бір түсу себептерінде Израиль ұрпақтарының тағы да 80 жыл Алла жолында күндіз ғибадат, түнде ғибадат, күндіз Алла жолында соғысқан туралы бір адамды келтіреді. Бұғанда сахабалар таң қалысқан кезде Алла Тағала осы Қадыр сүресін, яғни Қадыр сүресін жіберді дейді. Енді бұл аяттың қадірлі екендігіне Құран тағы да былай деп жауап береді. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Инна анзалнаху фи лейлатил қадр. Біз бұл Құранды лейлатил қадр түнінде, қадірлі түнде біз жібердік дейді. Ибн Аббас радиаллаху анху айтады. Радиаллаху анху, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан естіп, мына хадисті келтіреді. Құран 2 рет түскен дейді. Бірінші, лаухун махфуздан, адамның бүкіл жазылған тағдырларынан лаухун махфуздан Байтул Иззатыға, аспан әлеміндегі Байтул Иззаға түсті дейді. Одан кейін тәпсіршілер айтады, Жәбірейіл алейхиссалам пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға 23 жылда осыны алып түсіп отырған дейді. Құранда Алла Тағала тағы да осы аяттың мүбәрәк екендігін айтады. Осы түнді инна анзалнаху фи лейлатил мүбарака. Біз осы Құранды бір мүбәрәк түнде түсірдік дейді. Осыны көп ғалымдар мүбәрәк Рамазан айы деп меңзеген. Рамазан айында түскендігін айтады. Өйткені ол аятты тағы да күшейтпелі түрде Шахур Рамадан лази унзила фихи Құран. Алла Тағала тағы айтады. Рамазан айында сондай Құран түсті дейді. Ақ пен қараны ажырататын Құран түсті дейді. Бұл осы Рамазан айында түскендігі. Біздің бақытымыз, бақытты болатындығымыздың және де тозақтан алыс болатындығына осы Рамазан айында бізге ұлы кітап түсірді. Қадір сөзі тағдыр немесе өлшем, кеңдік, дәреже деген мағынаны білдіреді. Екінші, абырой, бедел, қадірлі дегенде мағынаны білдіреді. Үшіншісі, тарылу, кішкентай болу, тарылып қалу дегенде мағынаны білдіреді. Періштелердің жерге түскен кездегі жер тарылғандығын айтып кетеді. Алла субхану тағала пайғамбарымызға осы Қадыр сүресін айта отырып, «Уама адрака ма лейлатул қадр» дейді. Ей Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, лейлатул қадр түн не екенін білесің бе деп. Қадыр түнін Алла Тағала қайтадан қайталап отырып, оның бір маңыздылығына тоқталады. Яғни Қадыр түнін не өзі, қандай нәрсе, оны не ұқтың одан деген мағынадан келтірген. Бұны Қадыр түні біз айтпаса, сен қайдан білесің, Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам деген мағынада келтірген. Қадыр түрін Алла Тағала тағы да былай дейді. Лейлатул қадры хайру мин альфи шахр. Бұл ай тәпсірлейді. Қадыр деген сөздің
мағынасын кеңейтіп түсіндіреді Алла Тағала. Хайру мин альфи шахр, 1000 айдан да жақсырақ дейді. Суфиян Саури бізге жеткен мына сөз бар дейді. Суфиян Саури айтады: Қадір түні 1000 айдан артық деген. 1000 айдан артық деген. Ол жердегі әңгіме дейді, ол жердегі сөз жақсы амалы, адамның жақсы амалы, оразасы, намазы осы айда 1000 айдан жақсырақ деген сөз айтқан. Демек, оразасы жоқ, ішіп жүріп, немесе сол күнә жасап жүріп, қадір түнде тұра салып, мен 1000 айдай құлшылық жасадым деп айта алмайды деген сөз. Ондай айта алмайды деген сөз. Ал қадір түніндегі айтылатын әңгімесі, ол адам ораза болу керек, жақсы амалы көп болу керек, намазы болу керек, қиямы болып тұру керек. Міне ол адамға Алла Тағала әлхамдулилля күнәсін де кешіреді, жұмағын да береді дейді иншалла. Бұл ай, сондай қадірлі ай, бұл түн 1000 айдан да қадірлі екендігі, бүкіл аспаннан періштелер түсетінді жайында Алла Тағала тағы да айтады: Тәнәззәлул мәләикәти ва руху фиха биизни раббихим мин кулли әмр. Тәнәззәлул мәләика, періштелер жерге түсей береді. Бүкіл періштелер жерге түседі дейді. Ва рух, одан кейін рух түседі дейді. Бір адамдар осында әруақ түседі дегендей тәпсірлеп жүр. Рух деген Жәбір алейхиссалам деп келтірген. Екіншіден, рухты алып періштелеп те түседі. Кейбір тәпсірлер осындай пікір айтқан. Бүкіл періштелер жерге түсіп болғаннан кейін барып, ортасына Алланың әмірімен әлгі рух түседі. Олар тек қана Раббыңның рұқсатымен ғана түсетіндігін айтады. Бұл Раббым биизни раббихим деп, Алланың рұқсатымен деп бізге аса маңызды мәселені келтіріп отыр. Қандай маңызды мәселе? Біздің адам баласының тағдыры жазылатын. Адам баласының тағдыры жазылады. Несібесі, ырызқысы жазылады. Бүкіл періштелер сіздің амалыңызды жазады. Мен күлли әмір. Іс, амалыңызды, сөзіңізді жазады. Барлық жақсылығыңызды жазады. Айша анамыз радиаллаху анха: Я Расулаллах, қадір түніне біз дөп келіп қалсақ, қандай дұға жасаймыз дейді. Сонда: Я Алла, сен ғафу етушісің, кешіргенді жақсы көресің, бізді кешіре көр деген дұғаны айт деген екен. Ләйләтул Қадыр сүресіндегі пайғамбарымыздан сұрағандағы Ләйләтул Қадыр қашан дегенде, соңғы 10 күннің тақ күндерінен іздеңдер деген. Соңғы 10 күннің тақ күндерінен іздеңдер. Неге біз осы 26-27-сіне қараған түнді Қадыр кешінде деп есептейміз? Өйткені Құран-ы Кәрімде дәл осы туралы хия деген сөз тұр, замир тұр да бұл жерде. Грамматикалық ол деген, қадір деген сөз. Қадір деген бұлай есептеп қарайтын болсаңыз 26-шы санға келіп тоқтайды екен. Осы санды келтіреді. Пайғамбарымыздан осы мәселе туралы айтқан кезде
бүкіл періштелердің жерге түсіп, жердің тарылып кететіндігі, тіпті осы мәселені жердегі майда тастардан да көп періштелер түсетіндігін айтады. Жер бетіндегі майда тастардан да көбейіп кетеді періштелердің. Алла субхану тағала баршамыздың дұғамызды қабыл етсін. Құлшылық жасап жатқан кісілердің құлшылықтарын Алла қабыл етсін.